Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін бізде Меркурий. Бүгін менің подписчигім және де Нұреке екеуі бірге бір дружеский бой атысатын болады. СНС емес, дружеский бой. Айтып қойын, бұлар байтс етті, зажимать етті. Бұл СНС емес, бұл жай ғана дружеский бой. Сол себепті бұл жерде СНС емес, дружеский бой болғандықтан зажим де болады, байт етуге де болады. Бұл жерде ең мықтысы кім мықты екені анықтау. Егер шынымды айтсам, ең кім мықты екені анықтау. Бұл жерде мақсатымыз. Мен достар, сіздерге бір айтар жаңалығым, аккаунтым мен қалып кетті. Бұрынғы аккаунтым емес, қазір жаңадан бастап ашып ойнаған аккаунтым. Ішінде бір-екі персонаждар бар, алок, малок, и потом пару киімдер бар, для начинающих нормально, сіздерге беретін боламын. Жүрек эмоция, 7-8 эмоция бар. Осы события бар ғой, жаңағыдай повардың киімін түсіріп алдық. Сол бар, маймылдың киім бар, жазғыштан, начинающийларға жақсы. Бұрынғы аккаунтым болғанда мен ешкімге бере алмайтын едім, себебі ол аккаунтқа 20-30 мың теңгедей салынған болатын. Сол себепті ол аккаунт егер қайтара алсам, мен Free Fire'ға қайтуым мүмкін. Егер қайтара алмасам, Free Fire тастадым. Мына новый аккаунтымнан жалықтым, себебі бұрынғы аккаунтымда заттарды басқа ойыншылардың үстінен көрген кезде өзім біртүрлі сезімде боламын. Себебі бұрынғы шай ішетін эмоция, және де не бар еді, бұрынғы 800-900 алмазға алған эмоцияларымды 19-ақ алмазға сарып қойды. Вот ішім ашып жатыр соған. Сол себепті мен Free Fire'дан кетемін деп шештім. Бұл гильдияның лидері енді мен емес, Нұреке болады. Егер СНС шығып гильдияға кіргілерін келсе, ұйымдастырып бере аламын. Жігіттермен әлі сөйлесемін. Лидер болмасам да лидермен общение бар. Қазіргі новый лидермен. Осы бала қазір лидер. СНС арқылы немесе US 1-50 болса гильдияға кіруге болады. Жазыңдар. WhatsApp'та қалдырып кететін боламын. Ал ендеше видеоға сәттілік.